Брюс Липтон деген ғалым бар, ол эпигенетика, адамның генетикасының өзгеретіндігі туралы айтқан. Сол өзінің еңбегі бойынша мынандай практиканы айтады да, сіздерге практика берейін деп жатырмын. Сізден қандай эмоциялар жиі шығады? Мен біліп тұрмын, примерно ол тревога, уайым, қорқыныш, жанталасу, асығу, шағымдану, жоқ деп айту, дефицит күйді сезіну. Егер осындай болса, осы эмоцияларыңызды жазып жүріңіз. И денеңізді сканерлейсіз, қайта-қайта тәнім маған не айтып жатыр. Сосын мінезіңізді бақылайсыз. Уайымшылдық, салысуға кету бұл мінез. Көнбістік бұл мінез. Бір-бірден айтты ма, деп көне салу. Ренжу бұл мінез. Мінез құлықты бақылаймыз. Осы үш нәрсені бақылаған кезде біз өзімізді тани бастаймыз. Біз өзімізді танығаннан кейін біз сезімдерімізден өзімізді ажырата аламыз, эмоцияларымыздан өзімізді ажырата аламыз, одан кейін уайым, қайғы, ойларымыздан өзімізді ажырата аламыз. Өзімізді ажыратқан кезде біз уже өзімізді жақсырақ сезіне бастайды екенбіз. Өткеннен, солай біз өткенге тәуелдіміз деп айттым ғой, солай адам өткенге тәуелділігі азаяды. Осылай адам здесь и сейчас деген күйге жиі енеді. Ал здесь и сейчас күйге енген адам уже тәнін тыңдай алатын болады, уже тойғанын біледі, ұйқысының қанғанын сезеді, тамақтың дәмді екендігін сезеді. Біз тамақты уже автоматын жей береміз, бірақ ол дәмді ма, дәмді емес па, даже наслаждение жоқ. Кофені прям ұрттап, әр вкусын сезіп, вкусовой рецепторлар өзгеріп, есту да. Таңертең шыққан кезде қыс вроде, бірақ қыстың да өзінің бір үні бар екен ғой деп үнді есту, үйге кіресің, картина, мына картина қандай әдемі деген сияқты өмірді сүру, өмірді шынайы сүру, тірі екендігіңді сезіну басталады. Брюс Липтонның осы практикасымен. Мен сіздерге практика айттым, қыздар, жігіттер. Матрица айналадағы әлем емес, біз әлем маған әсер етіп жатыр деп ойлаймыз ғой. Жоқ, сіз ішкі күйіңізбен әлемге әсер етіп жатырмыз. Мына әлемді әркім әртүрлі көреді. Мен көретін әлемді сіздер көрмейсіздер, сіздер көретін әлемді мен көрмеймін деген сияқты. Әсемнің әлемі бөлек, аюлымның әлемі бөлек. Бәрі әлемді өзінің ішкі состояниелеріне байланысты көреді. Ал негізінен әлем өте сұлу. Әлем шексіз мүмкіндіктерден тұрады. Әлем шексіз байлықтан тұрады. Шексіз ақшадан тұрады, шексіз денсаулықтан тұрады. Бұның барлығы мотивация емес, бұның барлығы менің айтып отырғаным кәдімгідей үлкен ғалымдар осыдан бірнеше жыл бұрын айтып кеткен кәдімгідей истина. Истина ретінде қабылдаңыздаршы. Ал әлемді әдемілігін көру үшін бізге не керек? Бізге сезімдеріміздің оятылуы керек, тәнімізбен байланыс керек. Сізді матрицадағы өмір қандай? Біз махаббат сеземіз. Біз сенімді сеземіз. Бір жерге, мысалы, тест тапсыруға бара жатырмыз ба, біз сеніммен кіреміз. Тағы не, бір жұрт мен туралы не ойлайды деген вообще мазаламайды ой ше. Бізде кеңдік пайда болады. Біздің жүрегіміз кең, ойлауымыз кең. Бір андай ол басқаша сезім да, мен оны айта алмаймын, енді оны сезіну керек. Жан арқылы өмір сүреміз. Жүрек пен интуиция бізде жетекшілік етеді. Саналы түрде жақсылық пен жарықты таңдаймыз. Свет дейді ғой, мына өмірге свет келе бастайды. Қараңғылық жоқ, қараңғылықтан қорқам деп жатсыздар ғой. Это старая программа, ол 3D матрица. Жаңа 5D матрицада жарық, тек қана жарық бар. Негізі адам жарықтан тұрады және ақпараттан тұрады. Жарық деген біздің жүрегіміздегі сезім, ал ақпарат деген ойымыздан шығатын ой. Үнемі бізден энергия, көзге көрінбейтін энергия осы жүрегіміздегі жарық және ақпаратты бүйтіп лақтырып тұрады кванттық кеңістікке. Кванттық кеңістік сол ақпараттарға сәйкес жағдайларды лақтырып тұрады өмірге. Енді қараңыз, мына жүректен жақсы сезімдер шықса, ол жарқырап шығады. Ал жүректен онша емес сезімдер шықса, сезімнің орны жүрек қой, сезімдер негізі жүректен шығады. Жүректің тілі сезім, эмоция. Ал мына жақтан қорқыныш шығып жатыр, мына жақтан уайым шығып жатыр, мына жақтан күмәндану шығып жатыр. Бұның барлығы сезім ғой. Серый болып шығып жатыр. И ол сезімдерге сәйкес бізге өмірге серый будни күндер, серый жағдайлар келеді. Ол серый жағдайлар енді белгілі ғой қандай жағдайлар екен. Ал негізі возвышенный эмоцияда өмір сүрген адамның өмірінде әр ситуация жарық, әр ситуация яркий. Өмірдің өзі яркий. Яркий өмір деген кәдімгідей кинодағыдай путешествиелерден тұратын, махаббаттан тұратын, таңертең андай әппақ төсекте, мамық төсекте бүйтіп керіліп, созылып, оянып, терезені ашып берген кезде құстардың бүйтіп неткен дауысы. Киноның өзі өмірден алынады ғой. Негізі ондай өмір бар, жоқ емес. Біз тек кинода деп ойлаймыз ғой. Далаға шығасың, күшті бір вайб бар. Оның барлығы бұл өмірде бар. Оның барлығына жету бізге мүмкін. Әлем сондай негізі әдемі.
Жұрттар Нью-Йоркқа барып, Нью-Йорктың вайбын сезіп жатыр, иә. Ол сіздің мүмкіндіктер полеңізде ол жоқ деп ойлайсыз ба? Әрине бар. Ал ол ол мүмкіндіктер полисінен ол ситуацияны алу үшін біздің мына жағымыздан шығатын сезімдер дұрыс болу керек, жарық болу керек. Мына жақтан шығатын ойларымыз жақсы болу керек. Бірақ ойды бақылаймыз. Ойлар, негативті ойлар бізге келе береді. И это нормально. Тәніңізді тыңдаңызшы. Тәніңіз алдамайды. У тела есть разум. Өмірді өзгертетіні тек сезімдердің өзгеруі. Сезім ғана магнит, өмір емес, сезім. Осыны түсініп алыңыздаршы, сезім ғана магнит. Ал магнитше өмірге жақсы ситуациялар тарту үшін сол сезімдерді сезіну керек. Мына әлемге транслировать ету керек состоянияны. Уже көлік алған состоянияны транслировать ету керек. Егер көлік алсаңыз, уже көлік алған кезде сіз сезінесіз ғой, көлікті басқарғаныңызды, еркіндікті, жұрттың алдындағы мәртебеңіздің өскенін. Сондай сезім ғой сізге керегі. Көлік емес сізге керегі, состояние сізге керек. Сол состояниені көлік келмей жатып, мына әлемге берсеңіз, әлем соны сізге береді. Кванттық өріс соны сізге береді. Вселенная, хоть как назовите, сол сізге ситуацияны береді. Оны алу үшін состояние, көлік алу деген ойша елестету емес. Көлік алғаннан кейін сізде қандай состояние болады? Қуаныш болады. О, наконец-то мен жаяу жүрмін, наконец-то автобус күтпеймін деген. Балалы болсам деген күйіңіз, иә? Балалы болу деген күйіңіз, ана махаббаты, это вообще волшебное чувство. Сол сезімді уже сезініп, әлі екіқабат емессің, бірақ уже чувствуешь себя мамой, уже чувствуешь себя беременной, сен ұшасың ғой. Соны әлемге транслировать етесің. Сол кезде әлем саған соны береді. Әлем сараң емес, береді. Бірақ ол әлем сенің күйіңе қарайды да. Сен күйіңгі азынан кешкен страдать етіп отырсың, анау жоқ, мынау жоқ деп. Ай, мынаған сол екен ғой керегі дейді. Соны саған бере береді. Поэтому хватит страдать, надо чувствовать.